олай болса, сабаққа дайынсыз ба бүгінгі? Сабақ алдындағы көңіл-күйлеріңіз қалай? Олай болса, жаратылыстану пәні сабағын бастайық. Ал балалар, сіздердің алдарыңызға мен арнайы летбуктарды таратып бердім. Барлығымызда бар ма? Барлығымыз алдық па? Қандай ерекшелік байқап тұрсыңдар? Қандай? Дұрыс айтасыздар. Түстері әртүрлі, я? Неліктен түстері әртүрлі екендігін мен сіздерге сабақ барысында түсіндірем. Енді летбуктарыңызды ашып, үй тапсырмасын қайталауға арналған бірінші тапсырмасына назар аударыңыздар. Өткен тақырыпты қайталауға байланысты тест тапсырмасын орындайсыздар. Таба ғой. Жақсы. Құрамында не болуы қажет? Қазір назарларың видеода. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас қайда қорытылады, және де бүгінгі сабағымыздың мақсаты ас қорыту жүйесінің негізгі мүшелерін анықтау, әр мүшенің атқаратын қызметін білу. Осы мақсатқа жету жолында бүгінгі сабақта жұмыс жасайды екенбіз. Ас қорыту жүйесінің мен сіздерге қараңыздар, бұл 3D модель екен. Біздің ішкі ағзаларымыз дәл осындай қалыпта орналасқан екен. Мінекей, қарайықшы. Ең қарапайым түрі біздің ас қорыту жүйеміз қайдан бастау алады? Дұрыс айтасыңдар, ауыз қуысынан бастау алады екен, я? Ары қарай аузымызға түскен ас қайда барып түседі? Я, міне мынау тұрған ол бізде ішке түседі. Өңештен кейін ас қорыту жүйесінің ең маңызды органы деп айтқан болатынбыз кешегі сабақта. Бұл қай жеріміз? Ас қазанымызға барып түседі екен. Ас қазанымыз, міне, я, ас ішекпен тоқ ішекке барып ас түседі екен, я. Міне, бұл макетті қозғайды алады екенбіз, я, балалар. Міне, арт жақтан қалай біздің ағзаларымыз көрінетінін біз көре алады екенбіз, балалар. Ас қорыту жүйесін модель арқылы түсіндіргім келеді, балалар. Назарлар, я, ас қорыту жүйесі біздің ағзамызда қалай жүреді? Жаңа біз сіздер айтқан болатсыздар. Ас қорыту жүйесі неден бастау алады? Аузымызға ас түседі. Одан кейін ол қайда келеді? Өңешке келеді. Өңештен кейін қайда барып түседі? Асқазанға. Асқазанда тамақты қорытуға көмектесетін не бар? Сөл бар.